Қалайсыңдар, оқушылар, қалдарың қалай? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз көмірсулар деп аталады. Бір қызықты деген тақырыптардың бірі. Сондықтан барлық назарларыңыз осы сабақта болсын. Ал енді сабағымызды бастайық. Бірінші көмірсулар деп аталатын жалпы органикалық затқа бір тоқталып өтейік. Оны біз биологиядан да жақсы білеміз, иә? Яғни кәдімгі күнделікті біздің жалпы жейтін заттарымыздың барлығы осы көмірсулардан тұрады. Енді химия бойынша көмірсуларға тоқталып өтейік. Көмірсулар дегеніміз жалпы формуласы CnH2O М деп аталатын формуладан тұратын болса, ол бізде көмірсулар болады екен. Мына жерде N мен М-нің орнына белгілі бір сандар болады. Сол арқылы бізде көмірсулар пайда болады екен. Енді өте көптеген ғалымдар осы көмірсуларға байланысты негізгі осы жалпы формуланы ұсынады, бірақ та көмірсуларға жататын кейбір қосылыстардың бұл формулаға сәйкес келмейтіндігін анықтады. Мысал ретінде дезоксирибоза деген бізде көмірсу бар, иә, ДНК-ның құрамына кездесетін. Дезоксирибоза деген, оның жалпы формуласы С5H O4, иә? H10O4. Міне осы дезоксирибозаның формуласы мынау формулаға, мына келтірген формулаға сәйкес келмеді. Сондықтан осы сәйкес келмейді, бірақ та кейіннен тағы да ғалымдар өзінің зерттеулерін жүргізіп, мынау формулаға сәйкес келетін, бірақ көмірсуларға жатпайтын қосылыстардан анықтаған болатын. Мысалы, біз осы уақытқа дейін альдегидтерді қарастырдық, иә? Соның ішінде формальдегид ол HCOH, иә? Формальдегид, ал сірке қышқылы CH3COOH, иә? Міне мынау қосылыста, міне мынау CnH2O деген формулаға сәйкес келетін болып жалпы анықталған болатын. Бірақ мынау қандай? Бұл альдегид. Ал мынау карбон қышқылы болып тұр. Бұл мүлдем көмірсуларға жатпайды, бірақ формуласы сәйкес келіп тұр. Сонда мынау формулаға сәйкес келмейтін көмірсу бар, ал осы формулаға сәйкес келетін басқа қосылыс бар. Бірақ бұған қарамастан ғалымдар жалпы көмірсулардың жалпы формуласы ретінде осы формуланы қалдырған болатын. Міне мынандай сұрақ келуі мүмкін. Мысал ретінде көмірсулардың жалпы формуласына жатпайтын көмірсу түрі дейтін болса, мына жердегі С5H10O4 деген дезоксирибозаны белгілеуге болады. Міне осы жалпы көмірсуларға қатысты ұғым болып табылады. Енді біз көмірсулардың ең бір маңызды өкілі, ол біз глюкоза деп атаймыз, иә? Глюкоза. Немесе жүзім қанты деп атай береді. Яғни мына жерде 4 сурет көріп тұрмыз. Осы 4 суретте бізде глюкозаның құрылысы болып табылады. Қазір бірінші суретке назар аударайық. Мына жерде жалпы глюкозаның жалпы ашылып жазылған формасы. Негізі глюкозаның жалпы формасы С6H12O6, иә? Осы С6H12O6-ны ашып жазатын болсақ, міне осындай құрылыс пайда болады екен. Енді қараймыз, ол глюкозада қандай функционалдық топтар бар екендігін. Міне COH-қа қараймыз. COH карбонил тобы бар. Не ол кімдерге тән? Альдегидтерге тән болып тұр, иә? Енді мына жерде OH-тар көріп тұрмыз, иә? Көп OH көріп тұрмыз. Сонда ол не болады? Гидроксид тобы бар. Яғни спирттерге тән қасиет, көп атомды спирттерге тән қасиет көрсетіп тұр екен, иә? Сондықтан жалпы құрылысы осылай болады. Енді сондықтан құрамында COH карбонил и OH гидроксид тобы болғандықтан, оны біз альдегидоспирт деп атайды екенбіз. Альдегидоспирт деп атаймыз. Міне осы жалпы формуланы, кейде глюкозаны қалай атаймыз дейтін болсақ, альдегидоспирт. Оны қалай біз оны атадық? COH-қа байланысты и OH-қа байланысты біз осылай атадық. Ал мынаның астында тура осы ашып жазған формуланың қысқартылып жазған формуласы осы болады. Енді бізде жалпы глюкоза негізгі екі формасы бар. Ол альфа глюкоза және де бета глюкоза деген. Мына екіге қарайық. Мына жерде альфа тұр, мына жерде бета тұр, иә?
Бұл жердегі айырмашылық неде? Жалпы полный мына жердің бәрі қайталанып келеді. Да, тек мына бір жерінде ғана айырмашылық болады. Мысалы, сіздерге беріп қояды. Мынаны 1 деп алайық, мынаны 2 деп алсақ. Мынау бірінші сурет қандай глюкоза? Мысалы, альфа глюкоза ма, бета ма? Сөздер сіздер қарайсыздар. Альфада мынандай H жоғарысында болады. Мынау H басқасын жазайын. H жоғарысында, OH астында болады. Ал бета глюкозда OH үстінде, ал H астында болады. Негізгі жалпы формасында салты H12 O6-ны береді екеуі де. Ашып жазған циклды құрылысты деп атаймын. Циклды құрылысты глюкоза дейтін болсақ, осы альфа мен бета, соның арасындағы айырмашылықты осылай біліп алуларыңыз керек болады. Мынау бар үшінші. Бұл бізде шар тәрізді кескіні, бұны білеміз. Енді мынау бар. Мынау тура солай бізде мына жерде енді бұл жерде бізде фруктоза берілген екен. Мына бәрі глюкоза қатысты, мына фруктоза болады. Фруктоза, Мынау ашық тізбекті, мынау ашық тізбекті құрылысы, анау тұйық тізбекті құрылысы. Тұйық тізбекті құрылысы болып табылады екен, Негізі, жалпы фруктозаның да, одан кейінгі осы моносахаридтер бар емес па? Солардың негізі салты H12 болды. Ол фруктозаның да формасы салты H12 болды. Тек қана қасиеттері әртүрлі болады екен. Мына фруктозаның формасы осына қарап алыңыздар. Енді мына жерде тағы да бір көмірсулардың түрлері көрсетілген. Негізі сіздер биологиядан білесіздер, көмірсулардың қалай жіктелуін. Ол көбінесе химияда қатты ашылып айтылмайды, тек оған қатысты қосылыстарды ғана айтады. Енді негізі біз көмірсуларды үшке бөлеміз, моносахарид, дисахарид, полисахарид деген. Моносахаридтерге ол бізде глюкоза, фруктоза деп аталатын өкілдер. Одан кейін екінші дисахаридтерге сахароза, лактоза, Одан кейін ішке полисахарид уже бізде крахмал кетеді, целлюлеза, гликоген, хитин мысалы кетуі мүмкін, Солар бізде осы үшке бөлінетін еді. Сонымен қатар триоза, пентоза, гексоза деп бөлінеді. Солай бізде білеміз. Енді мына жерде бізде рибоза және де дезоксирибоза бар. Бұл бізде пентоза деп аталатын жалпы көмірсулардың өкілі. Пентоза деген неде биологияда бар. 10-шы сыныпта ма, 1-ші бөлімде болу керек пентоза, Мына жерде бізде рибозаның жалпы құрылысы көрсетілген. Міне рибозаның басқаша атауы 2, 3, 4, 5, міне 2, 3, 4 мыналарға бәріне бізде қосылыстар гидроксидтер жалғанып тұр. Тетрагидроксопентаналь, мынаны SO-H-дан қарап тұрмыз, пентаналь екенін. Ал дезоксирибозада 3, 4, 5 тригидроксопентаналь, яғни рибозада 4 гидроксид жалғанатын болса, ал дезоксирибозада 3 гидроксид жалғанады. Бұл рибоза және дезоксирибоза, ол пентоза деп аталатын көмірсудың құрамына кіреді екен. Енді мынаның бір жинақталған жағдай, рибоза деген рибоза S5H10O4. Ал ненікі де дезоксирибозаныкі де тура солай. S5H10 рибоза және де дезоксирибоза деп жазған. Екеуінің формасы да осы. Дезоксирибоза. Екеуінің де формасы S5H10O4 деген, осындай құрылысты болып табылады. Енді осылайша бізде тек қана дезоксирибозда бір OH кем болып табылады. Сондықтан осы айырмашылықтарды біледі екенбіз. Рибоза деген қателеспесем РНқ-ның құрамына, дезоксирибоза ДНқ-ның құрамына кіреді. Енді мына жерде бізде глюкозаға қатысты ақпараттар берілген. Глюкоза дегеніміз түссіз, тәтті дәмі бар, суда жақсы еритін, балқу температурасы төмен, кристалды зат болып табылады екен. Енді біз глюкозаны қақтан аламыз. Бұл процеспен сіздер таныстар, бұл бізде фотосинтез деп аталатын процесс, яғни ауадағы SO2 бар, біз құятын су бар.
СО2H2 бірігеді, хлорофилл жапырақта болатын. Хлорофилл и H күн сәулесінің қатысында, күн сәулесі жапыраққа түседі, жапырақтың құрамында хлорофилл болады. СО2H2-ны сіңіре отырып күн сәулесінің қатысында бізде глюкоза пайда болады екен. Одан кейін оттек қайтадан СО2 сіңірді ма, қайтадан O2-ні бөліп шығарып жібереді екен. Міне осы процесс фотосинтез деп аталады. Енді сіздерге мына жерде глюкоза бар, уже қалған бәріне 6 қоямын деп жаттап алсаңыздар болады. Өйткені сол жақта отырған кезде 6 деген сандарды қоя алмай қаласыздар. Глюкозаның алдына қоймаймыз, қалған бәрінің алдына 6 қойып шығамыз деп жаттап алыңыздар. Енді біз бағана айттық, глюкоза деп аталатын қосылыс құрамында не болды? СОH тобы, яғни альдегидтің функционалдық тобы, ішінде OH-тың функционалдық тобы гидроксид болғандығын қарадық, иә? Сондықтан оны не деп атадық? Альдегидоспирт деп атадық. Альдегидоспирт деп атаған болатынбыз, иә? Енді қараймыз, сонда альдегид ол SOH құрамында альдегидтің, глюкоза құрамында альдегид тобы бар, ішінде OH тобы болғандықтан ол глюкоза екі түрлі қасиет көрсетеді. Ол біреуі альдегидке тән қасиеттер, екіншісі көп атын спирттерге. Көп атын спирттер деп не үшін атадық? Өйткені құрамында бір ғана OH емес, бір ғана OH болса, ол бір атомды болып кетеді. Бізде бірнеше OH-ті көрдік қой бағана құрылысын жазған кезде. Сонда ол көп атомды спирт болды. Сондықтан екі классқа да тән қасиеттер көрсетеді, ол бізде глюкоза. Енді соны бөлек-бөлек қарастырып өтейік. Міне, бірінші көп атомды спирттер ретінде қатысатын реакцияларды қарастырайық, иә? Міне, карбон қышқылдары мен күрделі эфир түседі. Мысалы, бізде түсетін еді ғой, этерификациясы нәтижесінде осы процеске қатыса алады. Және де жаңа дайындалған мыс гидроксид мен көгілдір түсті мыс алкоголятын түседі екен, мыс глицинаты деген сияқты бізде глицеринмен түсетін еді, сол сияқты мыс гидроксиді мен алкоголят түседі екен. Бұл көп атом спирттерге тән қасиет. Енді сіздерге тек осы екі сөзбен ғана бере салған, онда бұны сіздерге ашып жазбайды көп атом спирттерді. Сондықтан оны жаттамай ақ қойыңыздар. Тек қана қандай немен көп атом спирттер осы екеуін жаттап алсаңыздар болды. Бұған арнайы реакцияны бөліп көрсетпеген, тек қана осы жазылған. Сондықтан осы екі түрін жаттап алсаңыздар болды. Енді именно альдегидке ғана қатысты реакцияларды ашып жазып көрсеткен. Бізде альдегидке тән қандай қасиет бар? Бізде тотығу реакциясы бар, яғни күміс айна реакциясына қатысады альдегидтер. Енді глюкоза альдегид сияқты тотығады да, нәтижесінде глюкон деп аталатын қышқылды түседі екен. Глюкон қышқылы. Яғни бұл альдегидтерге тән сапалық реакция болып табылады екен. Мына жерде глюкоза бар, аргентум 2O қосам, глюкон қышқылы. Қазір мен жалпы кітап бойынша түсіндіріп өтемін да, соңынан барлық реакцияларды бөлек жазып өтетін боламын. Қазір глюкон қышқылы бөлек түсінікті етіп жазатын боламын. Глюкон қышқылы И плюс 2 аргентум болып бөлінеді. Сіз біліп отырыңыздар, бұл реакция аргентум күміс айна реакциясы кімдерге тән? Альдегидтерге тән қасиет көрсетіп тұр. Келесі мыс гидроксид мен купрум OH2 жаңа әзірленген купрум OH2 мен глюкоза, купрум OH2 мен әрекет етеді. Басында көк болады, одан кейін сарғыш түсті, одан кейін қызыл түсті пайда болатын купрум. Сол реакцияға осы глюкоза да қатысады екен, осымен жерде тура сондай бізде глюкон қышқылы пайда болады. Қазір және тағы да реакцияларды көрсететін боламын. Енді жерде бізде глюкоза бар, маңызды қоректік зат, организмге оңай сіңірілетін, күш беретін, емдік мақсатта қолданылады. Глюкоза кондитер өндірісіне кең қолданысқа ие. Кәдімгі біздің торттарды жасауда қант қолданады, сол қанттың өзі бізде осы глюкозадан тұрады екен. Тотықсыздандырғыш ретінде айна, шырша ойыншықтарын жасауда глюкозаның ашуы сүт қышқылын және басқа да өнімдер алуда пайдаланады. Қазір мен ашуға байланысты реакцияларды жазып көрсететін боламын. Ал енді оқушылар, біздің келесі көмірсуларды біз бағана айттық, моносахарид, дисахарид, полисахарид деп жіктеледі дедік. Моносахаридті айттық. Енді бізде дисахарид, бағана моносахарид дегеніміз ол глюкоза, фруктоза деп аталатын өкілдер. Ал енді біздің дисахарид дегеніміз оларға бізде жатады, сахароза жатады. Қазір жазып қоямын. Сахароза, мальтоза, лактоза деп аталатын
жалпы құрылымдар жатады екен. Мальтоза және де лактоза жатады. Енді қазір осыларға байланысты қандай ерекшеліктер бар екендігін айтамыз. Жалпы дисахаридтердің формуласы С12, H22, O11 болып табылады. Қараймыз. Моносахаридтікі кәдімгі С6, H12, O6. Ол жалпы фруктозаның да, глюкозаның да формуласы солай болып табылады. Бірақ оның қасиеттеріне байланысты, иә. Енді дисахаридтердің де тура формуласы сахарозаныкі, мальтоза, лактозаның да формуласы С12, H22, O11 болып табылады. Осыны жаттаймыз. Енді қандай қасиеттер бар екен бұл сахароза? Именно сахарозаны қазір біз айтатын боламыз. Өйткені ең бір танымалы ол бізде сахароза болып табылады. Сахароза дегеніміз кәдімгі біздің үйде қолданатын қантымыз, сахар деп айтады. Кәдімгі үйде шайға қосып ішетін біздің қантымыз осы сахароза деп аталады екен. Енді бізде жалпы сахароза міне құрылысын айттық. Және де бір ерекшелік мына сахароза С12, H22, O11-дің ішіне тек қана OH деп аталатын гидроксид топтар ғана кіреді. Бұның құрамына альдегид кірмейді. Бағана біз глюкозаның, фруктозаның құрылымдық формуласын ашып жазып көрсеттік, иә? Көрсеттім. Сол кезде не болды? SOH болды, OH болды. Яғни ода альдегидоспирт деп біз моносахаридтерді айттық. Ал енді дисахаридтер тек қана OH-тан тұрады. Тек қана спирттерге ғана тән қасиеттер көрсетеді деп айтамыз, иә? Сондықтан бұлар бізде альдегидтерге тән қасиеттер көрсетпейді, мысал ретінде күміс айна реакциясынан түспейді, сол сияқты альдегидтерге тән қасиеттерді көрсетпейді деп айтылады екенбіз. Енді қазір тек жалпылама сахароза, жалпы моносахарид, дисахаридтерге қарсы жалпы көмірсуларға байланысты бірінші теориялар келеді, соңынан барып мен жалпы реакцияларды жазатын боламын. Енді мынандай бір реакция бар негізі қазір. Бізде сахароза бар емес пе? С12, H22, O11 ол екі заттың мономері, мына жерде жазған. Сахароза молекуласы глюкозадан и фруктоза молекуланы байланысқан қалдықтарынан тұрады. Яғни екі моносахарид бірігіп дисахаридті түсіптір, иә? Яғни глюкоза, фруктоза екеуінің де формасы бірдей. Міне жазып көрейікші реакцияны. С12, H22, O11. Сахарозаның өзі болып тұр. Оны біз гидролиз деп жазамыз, иә? Сол кезде тура С6, H12, O6 деп бөлінеді. И тура солай С6, H12, O6 деп бөлінеді. Екеуінің формасы бірдей, оны қаяқтан ажыратамыз деп айтсаңыз сұрақ туындауы мүмкін. Бұны ажыратпайсыздар, формасы бірдей болады. Тек біреуі глюкоза болады, и біреуі фруктоза болады. Яғни, қараймыз, тек сіздер формасын бәрі бірдей бола берсін, тек қасиеттерін білсеңіздер болды. Глюкоза дегеніміз, яғни құрамында, жүзімнің құрамында, өте көп кәдімгі қанттың құрамында да бізде глюкоза бар. Ал фруктоза дегеніміз бізде айтып тұр, фруктоза, фруктыдың құрамында, яғни кәдімгі жеміс жидектердің жалпы құрамына фруктоза кіреді екен. Просто глюкоза, фруктоза екеуі қосылды, сахарозаны бөлді деп біз айтады екенбіз. Енді сахароза табиғатта қалай таралған? Бізде аққайынның, үйеңкінің, қауынның шырындарында болады. Әсіресе ол қан қызылшасы мен қан қамысынан алады. Міне ең маңызды ақпарат осы мына екеуі. Геологиядан да бұл ақпаратты білеміз, 10-шы сыныпта бар бұл тақырып. Соны бір қайталаңыздар осы тақырыпты түсіну үшін. Яғни қан қызылшасы және де қан қамысы деп аталатын екі бізде өсімдік деп айтуға бола ма? Осыдан бізде жалпы сахароза алынады екен. Енді сахароза міне формуласы жазылған. Қан қызылшасынан не қан қамысынан алынады. Қан қызылшасынан алатын сызба нұсқа мынау 4-ші сызба нұсқада мына жерде көрсетілген. Бірінші қан қамысы болады екен. Оған температура және судың қатысында сахароза ерітіндісі алынады. Тек жаттайтындарыз, неден не алынатын жаттасаңыздар болды. Сахароза ерітіндісі, одан біз кальций H2-ның қатысында кальций сахариді алынады.
Одан кейін кальций карбонаты SO2 қатысында кәдімгі сахароза алынады екен. Сахароза біздің кәдімгі қант ретінде өте жақсы таныс дейді. Түссіз, тәттен бар, суда жақсы еритін кристалды. Міне кәдімгі біздің күнделікті үйде көріп жүрген сахарымыз бар емес пе? Тура соған тән қасиеттері. Түссіз, тәттіден бар, суда еріп кетеді, кәдімгі біздің шайға салсақ еріп кетеді. Кристалды зат екен, міне осы секілді жалпы сахароза қатысы осындай ақпараттар бар екен. Соны бір біліп жүріңіздер. Енді оқушылар, бұл органикалық заттар болған екен, бұған көбінде теориялар болады. Қазір реакцияларын жазамыз. Енді теорияларын жақсылап қайталап алайық, қант қамысында, қызылшасында кері реакция жүреді, сонда глюкоза и фруктозадан сахароза синтезделеді. Енді бағанағы бізде кері реакция ғой. Сахароза плюс HCO, фруктоза и глюкоза. И глюкоза деген тақырыпта глюкоза плюс фруктоза тең сахароза бөлініп деген сияқты бір-бірінен кері реакция, қайтымды реакция деп айтуға болады екен. Енді қолдануы сахарозаны тағам ретінде кондитер өнеркәсібінде міндетті түрде кондитерде қолданады. Ішінде елімізде қант өндірісін дамытуда Орталық Азия қант корпорациясы айналысады. Оның құрамында республикамыздың аумағында Тараз, Меркі, Бұрындай, Көксу, Ескелді. Негізі қатты бұл маңызды емес. Просто бір көз жүгіртіп өтсеңдер, құмшекер рафинат қант өндіру дейді. Өндіріс зауыты тәулігіне 800 тоннаны құрайды. Республикамыздың қант нарығындағы бірден-бір монополист болып табылады. Негізі бұндайлар келмейді, өйткені химияда маңызды бұл емес. Заттардың шығуы оны басқа бір салалар анықтайды. Енді бірақ кітапта бар, сондықтан қарауымыз міндетті. Ал енді оқушылар, біздің келесі тақырыбымыз полисахаридтер деп аталады. Бастапқы екеуін анықтап өттік. Енді полисахарид, яғни бірнеше жалпы сахаридтерден, яғни полисахарид түзеді екен. Тақырып жаз қойық, полисахарид. Енді полисахаридтерге бізде не жатады? Полисахаридтер. Бұларға бізде жатады крахмал жатады, целлюлеза, гликоген, қателеспесем хитин да жатады, Енді бұл хитин деген бізде химия қатысты емес, бұл жаз қоя берейін. Енді бір тоқталып өтейік. Крахмал дегеніміз, крахмал дегеніміз, яғни өсімдіктерде қорға жинақталатын органикалық зат деп атаймыз. Есімізге түсірейік. Бағана біз фотосинтез деп аталатын процеспен таныстық, Яғни, қараңыздар, фотосинтез болды. Бізде жапырақта не пайда болды? Глюкоза пайда болды. Бағанағы SO2, HCO и глюкоза жапырақта болды, Енді сол жапырақ өсімдіктің бөліктері арқылы бізде не істейді? Лейкопастарға қарай барады. Лейкопаста не істейді? Бізде қор заттары жинақталады. Сол жерде лейкопаста бізде не істейді? Крахмалды қорға жинақтайды лейкопастар, Енді сол қарасында глюкоза болды. Уже ол лейкопасқа келген кезде неге айналды? Крахмалға айналды. Сонда не істейміз? Глюкозадан крахмал пайда болады дейміз. Міне на бір реакцияға қарайық. Бағана жерде уже SO2, HCO не пайда болды? Глюкоза пайда болды. Яғни уже фотосинтез жүріп қойды. Мынау уже қараңыздар, күн сәулесі, мысалы мынау күн сәулесі, мынау жапырақ деп есептейік. Жапырақ, мынау жапырақтың ішіндегі мынау глюкоза деп есептейік. Міне, фотосинтез жүрді, SO2, HCO, глюкоза түзілі, глюкоза жапырақтың ішінде тұр. Енді ол глюкоза тек қана жапыраққа ғана емес, өсімдіктің тамырына, сабағына, тұқымы бәрі, ұрығы бәріне керек. Сонда глюкоза не істейді? Төмен қарай, не істейді? Флоем арқылы тасымалданады, сонымен өсімдіктің төменгі бөліктеріне кетеді. Сол кезде оның бағанағы төменгі құрылымдарында жалпы органикалық зат жинайтын қателеспесем лейкопас, лейкопас жалпы өзі крахмалды жинақтап тұрады. Уже бізде глюкоза әрі қарай крахмалға айналады. Мынау уже өсімдіктің ішіндегі жалпы құрылымдарында уже крахмалға айналып, нәтижесінде су бөлінеді екен. Міне осы реакцияны жаттап аламыз.
глюкозадан крахмал түзіледі деп айтамыз. Крахмал дегеннің өзі бір андай ұнтақ, ақ түсті, жалпы ұнтақ тәрізді ол бізде зат крахмал деп аталады. Ол өсімдіктерде қорға жинақталады деп айтамыз. Ал целлюлеза дегенімізде өсімдіктердің сыртқы қатты жабыны целлюлеза деп аталады екен. Одан да сіздер жақсы білесіздер деген ойдан биологияны жақсы оқитын болсаңыздар, яғни сыртқы жабыны өсімдіктердің, Ал гликоген дегеніміз ол адамдарда қорға жинақталатын жалпы зат. Бұдан жазып қояйықшы, мынаны өсімдікте қорға жинақталады. Өсімдіктер, мынау жабын деп қояйық. Өсімдіктердің жабыны гликоген адамдарда қорға жинақталады. Гликоген ол маңызды. Ол әсіресе бауырда жинақталады. Бауырда гликоген несі көп. Бұл да сол адамның ағзасындағы осы крахмал өсімдікте болатын болса, ал гликоген ол неде болады? Адамда болады, бауырда жинақталады. Егер де мысалы біздің бауырымыз осы гликогенді неседі қор ретінде, біздің ағзамыз осы гликогенді қор ретінде пайдаланып, жалпы осына қор зат деп біз адамдардағы гликогенді айта аламыз. Енді қатты биология кіріспей-ақ қояйық, химия тілмен түсіндірейік. Енді хитин дегеніміз ол бунақ денелердің өрмекші жалпы бунақ денелердің ол сыртқы жабыны хитин деп аталады. Жалпы полисахаридтерге осындай құрылымдар кіреді деп айтады екенбіз. Енді біз қазір крахмалдың жалпы құрылысын бір қарап өтейік. Мынау жалпы крахмал. Енді бұл полисахаридтердің бір формасын жазып жіберейік. Жалпы мынау крахмал, целлюлоза, гликоген, хитин бәрінің формасы С6H10 O5 жақша N. Мынау жақша болады, С6H10 O5, N сыртында N болады. N-нің саны қанша екенін білмейміз. Мысалы, нақтыда қарайық, Уже точкалар болып қойған, уже белгісіз мына жерде точка бар, яғни уже көп, С6H10 O5-те уже көп болады. Біз оны білмейміз. Мысалы, крахмал бір ғана түйір болмайды ғой, одан көп болады. Целлюлоза да тура солай. Оның саны біз білмейміз. Бірақ жалпы осылай біз полисахаридтерді жазып қояды екенбіз, Яғни крахмал ол маңызды. Енді қараңыздар, бағана біз глюкозадан не алдық? Крахмал алдық. Және де не бөлінді? Су бөлінді. Енді бұл процесс поликонденсация деп аталатын процесс болады екен. Сіздерге сұрақ келеді. Поликонденсация реакциясына мысал келтір. Осы сияқты келеді. Яғни варианттар болады. Өте көп реакциялар болады. Сол кезде поликонденсация дегеніміз, яғни реакция өнімінде бір үлкен бір қосылыс түсіреді. И қосымша өнім ретінде су бөлінеді, немесе аммиак бөлінеді деген сияқты, қосымша бір өнім бөлінетін болса, онда ол бізде поликонденсация деп аталады. Мына жерге қазір оқиық. Мұндай реакциялар поликонденсация реакциясы деп аталады. Поликонденсация реакциясы бей және полифункционалды мономерлерден полимер түзілбей. Қараңыздар, глюкоза ол мономер болып тұр. Глюкоза бірігіп полимер, крахмал деп аталатын полимерді түзді, Қосымша өнім уже бізде м деп қояйын, мына поли деп қояйын, мономерден полимер түзілік крахмал ол, және қосымша H2O бөлінді, Яғни қосымша өнім ретінде кіші молекула қосылыс, ол су болуы мүмкін. Біздің жағдайда су болып тұр. Ол спирт болуы мүмкін, галоген сутек, аммиак, сол сияқты қосылыстар бөлінетін болса, ол бізде поликонденсация деп аталады екен. Енді сіздерге варианттар қалайынтайсыздар. Яғни бір үлкен бір қосылы түсіреді, и қасына су бар, осы спирт, галоген сутек бар қосылыста көретін болсаңыздар, ол бірден поликонденсация болады екен. Осы бізде жалпы крахмалға қатысы, қазір тағы да крахмалға қандай қасиеттер тән екендігін айтатын боламыз. Енді мына жерде қарайық біз крахмалдың алынуы. Крахмал ол табиғатта кең таралған әртүрлі өсімдіктердің қоректі қоры болып табылады. Айттық оны, өсімдіктердің қоректі қоры. Енді крахмал дәндері түрінде болады. Крахмалға бай дәнді дақылдарға күріш жатады, бидай жатады, жүгері, сонымен қарай картоп жатады, Оны биологиядан да оқығансыздар. Күріш, күріштің құрамында крахмалдың қақтан болғандығын білеміз. Біз тамақ істейтін кезде күрішті жуамыз ғой, сол кезде суымыз не болады? Күрішті жуған суымыз аппақ болып кетеді. Ол күріштің құрамында не бар деген сөз? Крахмалдың бар деген сөз. Бидай, жүгері тура сол осы дәнді дақылдар жуған кезде біз аппақ болып кетеді. Оның құрамында крахмалдың бар екендігін білеміз. Ал картоптың істер білесіздер.
оның құрамында крахмал бар екендігі. Бізде қандай процесс арқылы біз мынандай бір тәжірибелер бар еді ғой, биологиядан да білесіздер. Мысалы ретінде картоп немесе нанның құрамында да бізде крахмал бар, иә. Егер біз мысалы картопқа үйде де жасап көрсеңіздер болады. Картоп бар емес пе? Соған біз йод ерітіндісін тамызатын болсақ, онда бізде не пайда болады? Көк түсті, жалпы көк түс пайда болады екен. Ол көк түстің пайда болғаны картоптың құрамында крахмалдың бар деген жалпы сөз екен. Міне. Енді қараңыздар, бізде күріш, бидай, жүгері картопта қолданады, ал өндірісте бізде именно қайдан алады? Қараңыздар, пайызбен көрсеткен. Күріште 80, 70, 70-ге жуық, 20-ға жуық екен картопта. Енді бірақ картоптың құрамында крахмал аз болғанымен бізде өндірісте бар емес пе? Крахмал алудың тиімді жолы ол картоптан алу болып табылады. Өйткені картоптың мүмкін саны көп шығар. Мысалы күріш, бидай, жүгері деген сияқтылар, олар көбінесе, оның құрамында өте көптеген крахмал бар, бірақ олар тиімсіз екен. Көбінесе өндірісте крахмалды картоптың құрамында аз болса да картоптан алған тиімді болады екен. Енді крахмал суда ерімейтін ақ ұнтақ. Оны өздерінің кәдімгі ұн секілді болады. Түсі жалпы ақ болады, және де суда ерімейді. Және ыстық суда ісініп, коллоидты ерітінді клейстер түзеді. Осы маңызды. Осыны жаттаймыз, клейстер. Міне, бағана айттық, біз суда ерімейді деді. Кәдімгі, мысалы, тәжірибе жасауға да болады, негізі. Бізде андай нелерді сатады, арнайы крахмалдың нелер болады, крахмал сатады негізі. Соны крахмалға ыстық су құйып, кішкене күйетін болсақ, олар көпіршік болып ісініп кетеді. Бағанағы біздің ұнтақтарымыз ісініп көпіршік болып кетеді. Және ол пайда болған құрылым коллоидты ерітінді клейстер деп аталады екен. Жаттаймыз, бұл бізде маңызды тақырып деп айтамыз, клейстер. Келесі, крахмалдың өзіне тән қасиеті оның бағанағы тәжірибені айтып отыр, йодпен әрекеттесуі. Крахмалдың суыған клейстеріне йод ерітіндісін тамызса, көк түс пайда болады. Мұндай түстің түзілуін йод ерітіндісінің картоп кесіндісіне, ақ нанға тамызғанда да байқауға болады. Тамақ өнімдеріндегі крахмалды осылай анықтайды. Міне осылай бізде жалпы қасиеттер бар екен. Түсіндік қой, маңызды ақпарат, клейстерді ұмытпаймыз. Міне мына жерде суретпен де бір қарап алсаңыздар болады. Міне жүгері, күріш, бидай, картоп, міне осы төртеуінен бізде крахмалды алады екен. Бұл табиғи жолмен алады. Бізде жасанды жолмен де алынатын крахмалдар бар, бірақ ол бізге қатты керек емес. Бірақ табиғаттағын қайдан алатын білсеңіздер болды. Енді қазір мынау реакцияны бір қарап өтеміз. Міне қарай, крахмалдан декстрин деп аталатын құрылым алынады. Одан кейін мальтоза, уже дисахарид, одан кейін барып моносахарид алынған екен. Міне қараңыздар. Баста не болып тұр? Крахмал ол поли болып тұр, полисахарид, салдаш 10-15N. Одан декстрин деп аталатын. Сіздерге сұрақ келеді. Крахмалдан глюкоза алатын қанша саты бар? Немесе оған крахмалдан глюкоза алғанға дейінгі жалпы құрылымдарды белгіле деген сияқты сұрақтар келетін болса, не істейді? Крахмал уже полисахарид. Уже полиден уже моноға қарай кетіп жатыр, Крахмал поли болып тұр. Декстрин дегенде ол поли. Табам салды H10O5-тен, салды H10O5M алынды. Одан кейін басып мальтоза, дисахарид алынды. Дисахарид, бана өттік мальтозаны. Одан кейін не алынды? Моно алынды уже, моно. Глюкоза алынды. Міне, сонда 1, 2. Яғни крахмал, глюкоза аламыз, оған дейінгі екі құрылым бар екен. Декстрин, мальтоза дегенде жаттап аламыз. Енді бір қолданылық оқып жіберейік. Крахмал маңызды қоректатордың бірі. Организмде ол майлар сияқты алдымен гидролизге ұшырайды. Яғни организмге түскен кезде ол гидролизге ұшырайды екен. Бұл процесс тағамды шайнағанда ауыз қуысына сілекейді ферменттер әсерін жүре бастайды. Дұрыс. Міне біздің крахмалды уже ол тағы біз биологиямен бүгінгі тақырыбымыз өте тығыз байланысты болып тұр. Біз крахмал, мысалы нанның құрамында крахмал бар, нанды жейміз. Сол кезде біздің аузымызда сілекей бар, түрлі ферменттер бар аузымызда, оны білесіздер. Соның әсерін істейді. Оның жалпы неміз крахмалымыз уже несейді ери бастайды, яғни уже ұсақталып біздің немізге кетеді, асқазанымызға кетеді. Асқазанда тура осындай бізде нелер бар,
ферменттер бар, иә, асқазан ішекте жалғасады, иә, ары қарай осында крахмалдың гидролизі басталады ауыз қуысында шайнағаннан бастап. Одан кейін барып жалғасады асқазан мен ішек жолдарында. Түзілген глюкоза ішек қабырғалары арқылы қанға сіңеді, иә. Біздің тамақ жеудегі негізгі мақсатымыз не ол? Тамақтың құрамындағы біздің ағзамызға пайдалы витаминдерді біздің ағзамызға сіңіру болып табылады. Сосын айтады ғой, пайдалы тағамдар жеңдер деген сияқты, иә. Соның маңыздысы сол. Біз тамақты тек ағзамыз үшін пайдалы заттарды алу үшін дейміз. Крахмалдың құрамында да бізде пайдалы заттар бар, витаминдер бар деген сияқты, иә. Солар біздің асқазанымызға түседі ғой, ішекке қарай барады. Бізде аш ішекке барады, иә. Аш ішекке барған асқазаннан ары қарай бізде аш ішекке немесе оның 12 ішек дейді, иә. Соған қарай барған кезде, нешеді, сол крахмалдың құрамындағы пайдалы заттар біздің қанымызға өтеді. Қан арқылы бүкіл біздің ағзамызға тарайды. Ол сол арқылы бізге иммунитетімізді қалыптастырады, жақсы біздің энергия береді деп біз осы айтуға болады. Енді қанға сіңіп, одан кейін бауырдан организмнің қалған бөліктерінен қоректену энергия барады, иә. Сонда қанға сіңеді, одан ары қарай бауырға барады. Бауырда да бізде крахмал, гликоген жинақталады, иә. Бауырдан организмнің қалған бөліктерінен қоректенуге барады екен. Крахмалға қарағанда оның гидролизінің аралық өнімдері декстриндер организмге оңай сіңіледі. Осы келіп қалуы мүмкін, қараймыз. Крахмалға қарағанда оның гидролизінің аралық өнімі. Крахмалдың гидролизінің аралық өнімі декстрин болады екен. Ол көбінесе организм, былай деуім мүмкін, организмге оңай сіңетін крахмалдың аралық өнімі, иә. Крахмал гидролизінің аралық өнімі декстрин деп аталады екен. Тамақты пісіру көбіне крахмалдың декстринге айналуына негізделген. Яғни картошканы пісіреміз, ол крахмал сол күйінде қалмайды, декстринге айналады екен. Картопты, нанды пісіргенде крахмалдың ішінара гидролиз жүреді. Крахмал тағам ретінде қолданылмайды. Тамақ өнеркәсібінде одан глюкоза сірне алынады. Крахмал дәнді дақылдардың дәні картоп түрінде этил спиртін өндіруге жұмсалады дейді. Міне, маңызды ақпараттар айтылған, не айтылады, не қайсы келуі мүмкін, соларды міне сызып қойдым. Енді келесі тақырыпқа өтейік. Оқушылар, енді бізде целлюлеза деген тақырыпты бір өтіп жіберейік. Осы полисахаридтердің құрамына кіретін. Целлюлеза бағанаттық өсімдіктердің сыртын қоршап жататын, мысалы ағаштардың сырты болады ғой, соның мысалы сыртын қоршап жататын осы бізде целлюлеза болады екен. Оның да формасы тура бағанағы полисахаридтердікі барлығын қалай айттым? С6, H10, O5 жақша N дедім, иә. Оның саны белгісіз. Енді бұл бізде табиғи полимер болып табылады. Және де оның құрылысы сызықтық болады. Қазір құрылысын бір көрсететін боламын. Және де целлюлеза мақта, кендір сияқты талшықтардың құрамына кіреді. Сондан оның ана жерде N болады, оны С6H5ON, ана жерде N көріп тұрмыз. Оның саны миллионға дейін жетуі мүмкін. Оны білмейміз. Оны бағана айттым, иә. Енді таралуын бір қара жүрейік. Целлюлеза немесе оны клетчатка деп атаймыз, иә. Өсімдіктердің сыртын қоршап жатқаннан кейін жошы қабығын түсетін зат ретінде кіреді. Осыдан оның целлюлеза деген атауы шыққан, иә. Енді өсімдіктерге ол беріктік береді, иілгіштік береді. Мақта талшығында 98%-ға дейін целлюлеза болады. Кендір мен кенен шөп негізінен осы заттан құралады. Ағаш сүрегінде 50%-ға дейін кездескен. Сонда мақтаның құрамында. Қараңыз, мақта деген ол кішкентай бір құрылым деп ойлауларыңыз мүмкін ғой, бірақ ода ол андай берік болып тірек қызметін ұстап тұруға осы целлюлеза қайта мақтада ең көп кездескен. Ол 98% мақтада болады, 50% ағаштың нелер тұр сүректерінде болады екен. Келесі оқушылар, біз целлюлезаға қатысты химия қасиеттерді бір қарап өтейік. Жалпы бізде целлюлеза деген бағанағы ағаштың жалпы сыртында, сыртқы қабығын қоршап жатады. Енді біз ағашты жандырамыз, ағашты жандырған уақытта целлюлезада жанып, оның арасындағы байланыстар үзіліп кетеді екен. Сол кезде ағаш жанған кезде, соның құрамында целлюлеза жанған кезде көмір, метан және де метанол деп аталатын қосылыстар пайда болады екен. Енді бізде целлюлезаға қатысты тағы бір реакция бар. Ол қышқылдық гидролизлену деп аталады. Қышқылдық гидролизлену дегеніміз H2O қосу.
целлюлезаға. Оны алдыңғы күрделі эфир деген тақырыпта әсіресе біз танысып өткен болатынбыз. Яғни қышқылдық гидролизну H2O қосу. Яғни целлюлезаға біз H2O қосқан кезде бізде глюкоза пайда болады екен. Енді бізде целлюлеза құрамында гидроксил деп аталатын топ бар. Сол гидроксил топтың болуына байланысты азот қышқылымен әрекеттеседі екен азот қышқылымен. Нәтижесінде астындағы реакцияға назар аударайықшы. Мына жерде не деп ойлап қалмаңыздар. Бұл тура целлюлезаның құрылымы, тек ашып жазған құрылымы. Бағана біз целлюлезаны S6H10O5 деп өттік, O5. Не болады, жақшаға алынады, сыртына N болады. Міне, мынау екеуі бірдей. Тек ашып жазған. Қарақшы мына жерге. Алтын бар, S6. Ашқа қарайық. Аштан 7, мынада 3. Міне 10 шығып тұр. Одан 2, мынада уже 3, жақшадан 3, екеуіне де ашқа да қатысты. 2, 3, 5. Міне 5 шығып тұр. Осыны да бір қарап өтсеңіздер, тура мынау S6H10O5 болып тұр, тек мынау ашып жазған. Міне, осылай жасаған көбінше дұрыс, өйткені біз OH-тың санын, именно OH-ты біз бөліп көрсеткен екен, осылай болады. Мынау просто CH-оның жиынтығы. Енді бұған біз HNO3 қосқан уақытта, мына жердегі OH-тағы H-ты көріп тұрмыз ба, Мына жерде H-ты көріп тұрмыз, Осы H-ға бізде NO3-тің құрамындағы NO2 деп аталатын нитрат барып, мынау H-тың орнына барып отырады. Сол кезде қараймыз, бәрі мына жердегі, қазір жазайын дұрыстап. Мына жердегінің бәрі қайталанып тұр, оға дейін қайталанып тұр. Тек H-тың орнына мен не істеймін? NO2 жалғаймын. Міне, H-тың орнына NO2 барды. Тура осылай болады. Тек H-тың орнына HNO3-тің құрамындағы NO2-ні апарып қоя саламын. Міне, шықты. Енді қараңыздар, не қалды? Ана жерде менің H-ым бар. Мында NO2 кетті. Енді мынаның құрамында не қалды? H-тар қалды, OH қалды. NO2 кетті, OH қалды. H пен OH әрекеттесіп, H2O бөледі екен. Енді коэффициенттерін бір жұрттасаңыздар, 3 қоямыз, H2-ның алдына 3 қояды екенбіз. Міне, бұл не қатысында? H2O4 қатысында. Баста білеміз, H2O4 қандай не болады? Катализатор болады. Су тартқыш қасиеті бойынша біз H2O4-ті қояды екенбіз. Міне осындай реакция болады екен. Енді мына жерде түзілген қосылысымыз, ол бізде целлюлезаның 3 нитраты деп атауға болады. Енді келесі реакцияға көшейік. Ал енді оқушылар, бағана біз несін естедік? Целлюлезаның 3 нитраты деп аталатын қосылысты алдық. Енді соны біз пироксилин деп аталатын күшті қопарылғыш зат деп атауға болады. Бағанаға мен H-тың орнына NO2 барды ғой, соны біз пироксилин деп атайды екенбіз. Немесе целлюлезаның 3 нитраты деп атаймыз. Күшті қопарылғыш зат. Ол түтінсіз оқ дәрі жасауда қолданылады. Және де сонымен қатар целлюлезаның сірке қышқылымен қазір айтамын. Сонда бізде целлюлезаның 3 нитратын пироксилин деп атаймыз. Және де ол оқ дәрі жасауға қолданады екен. Енді целлюлеза сірке қышқылымен күрделі эфир бөлінеді екен. Міне, целлюлезаның диацетаты, целлюлезаның триацетаты болады екен. Мына жердегі просто мына жерден қайдан шықты десеңіздер, CH3, COOH сірке қышқылы, осының бір H-ның орнына C6H7O2 отырған. Бағанағы біздің целлюлезаның бас жағына осы құрылым болды ғой, осы жалғанатын болса, және де қараңыздар, OH осыдан мынадан 3 болады, 2 болады, 1, 2, и мына жерде H-тардан мынау жалғанған. И OH болады. Диацетат деп атаймыз. Осыдан 3 болады мынау. Мынау ацетат бар емес па? H жоқ. Содан 3 болады. И бағанағы C6H7O2 деген жалпы жалғанатын болса, 3 ацетат болады екен. Ал мынау бағанағы
біздің жалпы целлюлозаның С6H5 С6H10 O5 N деп аталатын целлюлозаның құрылысы. Қараймыз, ешқандай SOH көріп тұрған жоқпыз, тек қана OH-тарды көріп тұрмыз. Міне осындай құрылымдар болады екен. Ал енді оқушылар, жалпы көмірсуларға қатысты тез реакцияларды жазып жіберейік. Бірінші, моносахаридтерге қатысты реакцияларды жазамын. Моносахаридтер. Қалай жаттаған дұрыс, бұл реакцияларды соларды айтып өтетін боламын. Көбінесе енді қараңыздар, бағана біз қосылыстарды көріп келе жатырық, бәрі құрылымы, жалпы құрылымдық формуласын салатын болсақ, өте қиын, жаттауға да қиын. Сондықтан жинақталған формулаларын қолданған дұрыс болады. Именно осындай органикалық заттар, именно көмір, су, нәруыз деген сияқты тақырыптарды өткен кезде осылай жаттаған дұрыс. Моносахаридке қатысты бағанағы бірінші фотосинтез SO2H2O не шығады? С6H12O6 плюс 6O2. Мен айттым, мынадан басқасының барлығын алды, 6 қойып жаттай салайық дедім, Мен өзім айтам, қай кезде коэффициент жаттау керек деген сияқты. Бұл фотосинтез. Ұмытпаңыздар, мына жерде менде H не болатындығын, и хлорофилл болатындығын. Хлорофилл жапырақта болатын, жасыл түсті беретін бір құрылым. Келесі, формальдегидті синтездеу Бутлеров деген ғалымның реакциясы бар. Міне, формальдегид бар. HCOH, одан С6H12O6 алады екенбіз. Ой, дұрыс, осылай. Формальдегид, одан не аламыз? Біз глюкоза аламыз, дұрыс. Бұл бізде Бутлеров деген ғалымның реакциясы. Мен сұрайым, Бутлеров реакциясы қандай деген кезде осыны айтасыздар. Формальдегидтен глюкоза алатын реакция деп. Алдына 6 болады екен. Енді крахмалды гидролиздеу. Үшінші. Крахмал, атайды тұр. Крахмал жазамыз, гидролиздеу, H2O қосамыз. С6H12 газ. С6H10 O5 жақша N болады. Оған NH2O қосамыз. Білмейміз оған қанша H2O қосатынымызды. Өйткені целлюлозаның санын білмейміз, Және де N6H12O6. Реакцияларды бәрін жаттаймыз. Именно бұл органика деп теория деп қана қоймаймыз, именно органикалық заттарды. Олардың да нелері келеді. Келесі, сахарозаның қышқылдық ортада гидролизденуі. С12H22O11, оған H2O қосамыз, және де не алынады? Бана глюкоза, және де фруктоза алынады. С6H12O6. Мұнан ше, кейбір оқушылар деп қояды, мынадан глюкозаны 2 қойып, мынаны 2 қоя салайық деген. Олай болмайды, өйткені 2 түрлі қосылыс алынып тұр бізде. Үстіп бөліп жазасыздар. С6H12O6. Біреу глюкоза, біреу фруктоза болады екен. Міне моносахаридтердің алынуы. Енді глюкозаға купрум OH2 мен әрекеттесу. С6 бағана альдегидке қатысты реакциялар болды ғой. Бұны бағана алдыңғы видеода ашып жазған құрылысы бар еді. Мен соны тек жинақтап жазамын. Қосамын, глюкозаға купрум OH2 қосам. Сонда С6H12O7 и купрум 2O и H2O. Міне, мынаның атауы глюкон қышқылы. Жаттаймыз, ең маңызды глюкон қышқылы. Қайдан шықты бұл? Мынау купрум OH2-ның құрамында бір оттек барады, ол 6-ға просто қоса салды. Сонда С6H12O7 қалды. Енді бір оттек кетті, не қалды? Купрум 2O шығып кетті, и мынаның құрамынан купрум 2O шықты, и H2O шығып кетті. Сонымен глюкон қышқылы пайда болды деп айтасыздар. Енді күміс айна реакциясы. Күміс айна. Күміс айнада тура осы сектіп жүреді. С6H12O6-ға қосамын аргентум 2-оны. Бізде шығады
тура осы глюкон қышқылы жүреді. С6H12O7 қаяқтан шықты бұл? Мынау оттек бар емес па? O6-ға қосылсады. O7 шықты. Енді 2 аргентум бар. Сонымен 2 аргентум болып шығып кете салады. Мынаны жатаймыз. Глюкон қышқылы С6H12O7 болады. И соңғы бір жоқ, соңғы емес. Мынаны жазайық. Бізде глюкоза егер гидрленетін болса, маңызды осы. Білесіздер ме? Маған да бұл сұрақтар келген. Глюкоза С6H12O7 С6H12O6 қосамын H2. Именно сұрайды. Глюкозаны гидрлеу өнімі. Немесе осыған байланысты есеп беріп қояды. Сол кезде С6H14O6. С6H14O6. Просто 12 бар емес па? Соған H2 жағына салды да, O4 бөліне салды. Мынаның атауы сорбит деп аталады. Сорбит. Сонда біз глюкозаны гидрлейтін болсақ, сорбит түзіледі екен. Жаттаймыз осыны. Ал енді оқушылар, келесі бізде 8-ші реакция. Глюкоза бар, С6H12O6. Оған купрум H2 мен әрекеттескен кезде С12H22O14 мынадан екеу купрум и 2H2 пайда болады. Мынаның атауы мыс глюконады. Құрылым андай жинақталған жаттасаңыздар болды. Құрылымдағы маңызды емес, қиын еше оны жаттау мүмкін емес. Келесі карбон қышқылдарымен әрекеттесу көп атмосфертерге тән реакциялар, Бана негізі кітапта көрсетпеген, бірақ мен жүргенде бар екен. Жаттай салайық онда. С6H12O6 қосамын. 5 деген жаттауыңыз. 5 С-H3. Несі бұл келмейтін шығар? Өйткені неде жоқ кітапта. С6H12O11 и плюс 5H2O. Мына 5-тер жаттап аламыз, 5. Содан мынаның атауы пентаацетил глюкоза. Мынаның атауы пентаацетил глюкоза болады екен мынаның атауы. Енді бізде глюкозаның ашулары бар. Осы маңызды. Ашу деп жазып қойын. Ашу. Бірінші ол спирттік ашу. Спирттік ашу білеміз. Спирттер деген тақырыпта өттік. С6H12O6. Ашқан кезде не бөледі? Этил спирті бөледі. 2 шарап өндірісіне қолданады деп жатадық. С2H5OH қосамын С2. Міне 2. Коэффициент жатаймыз 2. Глюкоза қоймаймыз, этил спирті. Мынау бізде негізі ферментті қатыса жүреді. Барлық ашу не қатысына жүреді? Фермент. Өйткені бактериялар болады, ашыту бактериялары ферменттердің қатысына бізде ашу жүреді екен. Мынау спирт деп қойын, спирттік. Келесі сүт қышқылды ашу. Сүт қышқылды ашу. Қазір бұны түсіндіріп беремін. Сүт қышқылды ашу. С6H12O6. Бізде негізі сүт қышқылының құрылымдығы мынандай. SH3 SH SOH астында OH болады. Сүт қышқылының құрылымдығы немесе қазір осы сүт қышқылы бөледі. Глюкоза сүт қышқылы немесе неға бөліп жүз қойыншы. С6H12O6 бөлінеді. 2S3H6O3. Міне, просто мынау 6 2-ге бөлінді. 12 2-ге бөлінді, 6 шықты. 6 2-ге бөлінді, 3 шықты. Енді анала 2 қоямыз, Міне, глюкоза сүт қышқылды ашқан кезде сүт қышқылы бөлінеді. Енді бірізге сүрейік, биологенізге сүрейік. Сүт қышқылы дегеніміз не еді? Мысалы, ол біздің бұлшық етімізде жинақталады. Мысалы, былай дейік, біз ағзамызда глюкоза ол бізге керекті зат. Глюкоза болмаса, біз өмір сүре алмаймыз. Біздің ағзамыздағы басты энергия көзі ол глюкоза. Глюкозаны біз тамақ жеу арқылы, нан жейміз, тамақ жейміз, бәрінің құрамында не бар? Глюкоза бар. Енді біз
ағзамызда глюкоза бар дедік. Егер біз мысал ретінде біз жаттығу жасамай жүрек, мысалы ешкім мысал ретінде енді барлығыңыз демей ақ қойын, енді көбісі мысал ретінде таңертең тұрып жаттығу жасамайды. Мысалы сіз бір тұрдыңызда жаттығу жасадыңыз, жүгірдіңіз, мысалы қатты жүгірдіңіз, андай ауыр деген нәрселерді көтеріп мысалы жаттығу жасадыңыз дейік. Сол кезде не істейді? Келесі күні бұлшықеттеріңіз ауырып қалады. Яғни сіз глюкозаны несетіңіз энергияға салдыңыз да, нәтижесінде сіздің бұлшықеттеріңізде сүт қышқылы жинақталды. Ағзамызда сүт қышқылы бұлшықеттерімізде жинақталады, нәтижесінде келесі күні ауырсыну байқалады. Соның барлығы осы глюкозадан сүт қышқылының пайда болуы деп атаймыз. Осы сүт қышқылы жинақталады. Енді бізде спортсмендер бар, оларда сүт қышқылы негізі қатты жинақталмайды, өйткені оның ағзалары оған үйреніп кеткен. Сүт қышқылы осы біздің жалпы бұлшықетімізде жинақталады деген жалпы ақпаратты біліп алыңыздар. Келесі бізде май қышқылдашу бар. Мынау сүт қышқылы және май қышқылдашу. Май қышқылдашу, С6H12O6. Май қышқылы ашқан кезде ботан қышқылы, немесе май қышқылдашу. Май қышқылының формасы қандай еді? С3H7SOOH. Қосамын. H2 бөлінеді. И плюс SO2 бөлінеді. Міне, біздің май қышқылымыз шығып тұр. Міне осай үш ашу бар, жаттаймыз осыны. И жаңу осы SO2 H2 бөлінетінін білеміз. Моносахаридке қатысты реакциялар бітті. Енді дисахаридтерге қандай реакциялар бар екен? Дисахаридтер. Бұларға бізде сахароза жатады. Сахарозаның купрумға шегімен әрекеттесуі. С12H22O11 плюс купрум OH2 нәтижесінде менде С24H42 O22 и H купрум бар ғой менде. С24H42 O22 купрум бар. Бұның атауы мыс сахараты деп аталады. Мыс сахараты. Және де 2 H2 бөлінеді. Қыздар, мына жерде тек жаттап алатындарыңыз мынандай құрылымдығын жинақталған жаттасаңыздар болды. Бұған артық қандай нелер келмейді. Енді қараймыз, дисахаридтер, бағана сахарозаны айттық, тек құрылысында қарадық. Оның құрамында тек қана OH бар, яғни альдегиді жоқ. Сондан ол күміс ана реакциясына түспейді. Енді гидролизенуі бағанада жаздық. С12H22 O11 гидролизенуі. H2O-ның қатысында фруктоза, глюкоза бөлінеді. С6H12O6. Мынау глюкоза болсын. С6H12O6. Мынау фруктоза болсын. Енді бізде лактоза, лактоза неден бөлінеді? Онда тура формуласы С12H22 O11 плюс H2O. Глюкоза бөлінеді. С6H12O6 глюкоза деп жазайыншы. И тағда мен айттым. Бірақ бұл бағана моносахаридтерге мен жатқыздым глюкозаны және де фруктозаны. Бірақ оған галактоза деп аталатын құрылымда кіреді. Ол ескі биология кітаптарында айтылғанда, қазірде ондай галактоза деген құрылым жоқ. Оны моносахаридтерге айтпайды. Онда тура формасы 6H12O6. Бұл галактоза, Міне, галактоза, глюкоза бірігіп, не пайда болады екен? Лактозаны түседі екен. Лактоза деген сүт қанты, ананың сүтінде болатын, жануарлардың сүтінде болатын, осы лактоза болады екен. Енді мальтоза. Мальтоза С12 H22 O11 H2O қатысында
бізде 2 глюкоза бөлінеді. Енді мынада мальтоза гидролизінгенде С6H12O6 2 глюкоза бөлінеді екен. Міне осылай жаттап алсаңыздар болды. Қараңыздар, бәрінің формасы бірдей, тек атауларын білсеңіздер болды. Міне лактоза, глюкоза, галактоза. Мына жерде сахароза, сахароза. Мальтоза деп қойыңызшы, мальтоза. Міне сахароза, глюкоза, фруктоза, мальтоза, лактоза, глюкоза, галактоза, мальтоза 2 глюкоза бөлінеді деп жаттайсыздар. Формасын бәрі бірдей болады. Енді оқушылар, полисахаридтерге қандай реакциялар бар? Сахаридтер. Бірінші, поликонденсация моносахаридтердің С6H12O6 N С6H10O5 жақша NH2O пайда болады екен, глюкозадан полисахарид пайда болды. Енді крахмалды бағана картоп жүгеріден, целлюлозаны ағаштардан алады дедік. Және де мынандай бір реакция бар. Бағанаға крахмал, декстрин, мальтоза, глюкоза, оны бағанаға неде көрсетіп қойдым. Немесе бір жаза салайын, крахмалдың гидролизін деп қойыңызшы. Крахмалдың гидролизіні, крахмал гидролиз денуі. Мысалы, С6H10O5 жақша N бұл крахмал. Одан С6H10O5 N декстрин. Одан С12H22O11 мальтоза. Одан кейін глюкоза. С6H12O6 глюкоза пайда болды. Енді бізде целлюлозаның гидролизіні бар. Целлюлозаның гидролизіні бар. Бірінші, целлюлоза С6H10O5 жақша N С6H10O5 M. Мынау целлюлоза, жаттаймыз осыны, целлюлоза. Мынау амилоид деп аталады, амилоид. Целлюбиоза. С12H22O11. Оса келеді целлюлозаның гидролизін өндері деген кезде. Целлюбиоза. С6H12O6 глюкоза. Міне осы реакциялар. Ал бағанағы H&OH-пен әрекеттесу, және ацетатпен әрекеттесу, ол бағанағы видеода көрсетілді. Алдыңғы слайдтарда көрсетілді. Сонымен бүгінгі біздің тақырыбымыз аяқталды. Оқушылар, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Енді бұл теориялық тақырып, реакцияларында біз көрдік. Енді осыларды жалпы есептерде, жалпы сұрақ келген кезде қолдана алады деген ойдамын. Осымен бүгінгі біздің көмірсулар деп аталатын тақырыптың үш түрлі түрімен танысып, оған қатысты реакцияларды толығымен қарастырып өттік. Енді сау болыңыздар, келесі сабақта көріскенше.